Сендердің маған айтқан салауаттарың сендердің өздеріңді тазалайды дейді. Ал кімді тазалайды? Бізді Демек, ол айтылған салауатқа пайғамбар мұқтаж ма екен? Біз мұқтаж екенбіз. Қалай біз мұқтажбыз? Үбәй ибн Кааб деген сахаба бар, білеміз, бағаршағымыз. Құранның ілімін ең терең меңгерген сахаба Үбәй ибн Кааб. Пайғамбар сам Құранды 4 адамнан үйреніңдер деп айтады. Дұрыс па? Соның біреуі кім? Біреуі емес, біріншісі соның Үбәй ибн Кааб деген сахаба. Сол Үбәй ибн Кааб кетіп бара жатса, пайғамбар сам шақырып алады екен, Үбәй бері кел деп. Алланың елшісі қандай қызмет? Құран оқып берші деп айтады екен. Алланың елшісі, Құран сізге түсті ғой, мен қалай саған оқып беремін мұны? Сенен тыңдаған жақсы көремін дейді екен, аңыра қараңыз. Пайғамбар сам бір адамнан Құран тыңдаған жақсы көретін болса, кімнен? Үбәй ибн Каабтан Құран тыңдағанды жақсы көреді екен, ана қараңыздар. Бұл тыңдау бар ғой Құранды, біз тұрып кете береміз Құран оқып жатса. Бұл құлшылық Құранды тыңдау. Егер құлшылық болмағанда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не істемейтін еді оны? Істемейтін еді олай. Құранды оқығанда, тыңдағанда ол жерде неге бөленеді? Тыныштық пен берекетке бөленеді. Сол Үбәй ибн Кааб келеді айтады ғой, Алланың елшісі. Аяттар түсіп жатыр ғой жаңағыдай. Салауат не деген. Мен түнде 1 сағат уақытым бар дейді. Намаз оқитын. Жаңа дұға қылатын. Тахажжудтың уақыты болып тұр ғой. 1 сағат оқиды дегене, машалла, тахажжуд намаз дұғасы бар қасында. Қандай жақсы сахабалар. Сол айтады, Алланың елшісі, мен сол бір 10-15 минут салауат айтып қойсам бола ма дейді. Жаңа дұғамның ішінде. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Үбәй дейді, хәза хайрун, ойба, Үбәй, бұл қандай жақсы нәрсе дейді. Күшті ғой сен түнде тұрып бұлай құлшылық істеуің. Бірақ дейді, фа ин зитта фа хуа хайрун лака дейді. Егер де сол салауаттың үстіне тағы да қосып салауат айтатын болсаң, 15 минуттың үстіне, сен үшін қайырлы дейді, ана қараңыз. Кім үшін? Сен үшін деп жатыр. Бір кетті ма? Екі. Алланың елшісі олай болатын болса, мен жарты сағат салауат айтам дейді. Жарты сағатын дұға қыламын, жарты сағат салауат айтам дейді. Хәза хайрун дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл қандай керемет дейді, жарты сағат бойы салауат айту. Фа ин зитта фа хуа хайрун лака дейді. Егер де сен тағы да үстіне қосатын болсаң, өзің үшін қайырлы болар еді дейді. Олай болатын болса, Алланың елшісі жаңағы 1 сағат бар ғой, түгелімен салауат айтам дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, идан дейді. Tukfa hammuk va yughfaru laka dhanbuk. Алла бүкіл қайғы қасіретіңді не істейді? Сейілтіп тастайды дейді, ана қараңыз. Ішіңде не қалмайды? Ішіңде ешқандай ауру, дерт, қайғы, қасірет, мұңаю не қалмайды. Адамның іші мынадай болып жатыр, астан кестен болып жатыр да. Соны реттеп беретін нәрсе не екен? Пайғамбарға салауат. Дұрыс па? Біреулер көре алмаушылықтан таңға дейін ұйықтай алмайды. Біреулер уайымнан